Қазақтың батыр ұлы Арон Атабек армысың деген амандасу сөзін жақсы көреді. Армысың, қасиетті де киелі қазақ елі. Бүгін 14 ақпан күні 2021 жыл. Мен Астана қаласының азаматтық белсендісі Сейдахметова Зубайда Павлодар қаласындамын. Павлодар қаласындағы қазақ баласы Арон Атабекке арнайы келдім. 2006 жылы Алматы облысы Шаңырақ оқиғасына байланысты Иманғали Тасмағамбетовтың бастауымен биліктің солақай саясатының арқасында өз баспанасын даулап шыққан қарапайым халықпен ішкі істер министрлігінің жасақтарымен қақтығыс болды. Сол қақтығыста бір полиция өкілі қаза тапты. Қаза тапқан полицияны жазықсыз белсенді азамат Арон Атабекті 18 жылға бас бостандығынан айырып, шірік билік бас бостандығынан айырып, темір торға қамады. Жазықсыз Арон Атабек түрмеде әртүрлі дене жарақаттар алды. Әртүрлі зорлық зомбылықтың құрбаны болды. Арон Атабекке бостандық. Арон Атабекке бостандық. Арон Атабекке бастандық. Рахмет сіздерге.